Men Turay Peppa'mın. Bu mening kichkintoyim George. Bu Shuzka mama. Al bu Shuzka papa. Turay Peppa. Бөпе Александр. Бүгін Пеппа мен Джорджтың немере туыстары қонаққа келеді. Мама, әпке Хлои қашан келеді екен, білмейсің бе? Жақында келеді, Пеппа. Бөпе Александр да келеді, есіңде ме? Хоу, бөпелер әрдайым жылайды. Олар сондай мазасыз. Бөпе Александр ондай мазасыз болмайтын шығар. Бұл не дымыз? Көліктің дабылы ма екен? Бұл өрт сөндіру көлігі ме? Жоқ, бұл Бөпе Александр. Сәлем, Пеппа. Сәлем, Джордж. Сәлем, әпке Хлои. Баршаңызға сәлем. Сәлем, Шошқа аға. Сәлем. Сәлем, Шошқа жеңге. Бөпе Александр есіңде бар ғой, я, Пеппа? Я. Сендер бірнеше күнге қаласыңдар ма? Жоқ, бұл Бөпе Александрдың бір күн үшін ғана қажетті заттары. Бар ма осы бөпелер заттарынсыз ешқайда бара алмайсың? Сәлем, Бөпе Александр. Ол сөйлей алмайды, Пеппа. Егер ол сөйлей алмаса, онда оның не қалайтынын қалай білесіңдер? Біз болжаймыз. Менің ойымша, оның қарымы асты. Пеппа, Александрға тамақ беруге көмектескің келеді ме? Я, әрине. Бөпе Александрдың түскі ас уақыты келді. Бүгін саған тамақты әпкең Пеппа береді, Александр. Мінеки, жей ғой, Бөпетай. Оу. Мінеки. Ол басын кері бұра береді. Бөпе Александрға тамақ беру оңай іс емес екен. Қара, ұшақ ұшып келе жатыр. Александр қасықты ұшақ деп елестеткенді жақсы көреді. Енді сен көр, Пеппа. Міне ұшақ келе жатыр. Аузыңды аш та, ішіне есіктен кіргіз. Алақай! Бұл ұшақ болды. Сен ұшақ деп айта аласың ба? Айттым ғой, ол сөйлей алмайды. Ол әлі өзінің алғашқы сөзін де айтпады. Пеппа, сенің өзіңнің алғашқы сөзің есіңде бар ма? Жоқ. Ол мама болды. Мен Пеппаның алғашқы сөзі папа болды деп ойладым. Жоқ, мама. Ал Джорджтың алғашқы сөзі қандай болды? Динозавр. Джорджтың алғашқы сөзі динозавр болды. Біреу жақсы түскі тамақ ішкенге ұқсайды. Иә, шомуат нақты келді. Бөпе Александр шомылып жатыр. Бұл мистер Динозавр. Сен динозавр деп айта аласың ба? Ол сөйлей алмайды, Пеппа. Бірақ бір күні ол сөйлей бастайды. Сонда оның не қалайтынын білетін боласыңдар. Қазір не істегің келеді, Александр? Менің ойымша, ол қыдырғысы келеді. Ол әлі өзі жүре алмайды, бірақ ол бесік арбасында қыдыра алады. Мынау жетік бесік арба екен. Иә, бес беріліс басшы қорғауыштар және ABS зауыттан орнатылған. Бәлен түген. Міне, папалар осылай сөйлейді. Александрға сенің сөйлегені ұнап тұр, Пеппа. Бұның себебі мен өте қызықтымын. Мынау аспан. Сен аспан деп айта аласың ба? Аспаннан бізге жаңбыр түседі. Сен жаңбыр деп айта аласың ба? Жаңбыр иректер, өсімдіктер үшін жақсы, және ол батпақтарды жасайды. Пеппа үлкен батпақты тауып алды. Қара, Александр, мен батпақта жоғары төмен секіріп жатырмын. Мен батпақта жоғары төмен секіруді жақсы көрем. Батпақтар! Александр өзінің алғашқы сөзін айтты. Батпақтар! Алақай, батпақтар! Және мен оған соны айтуды үйреттім. Батпақтар!